Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Салауатты өмір салтын ұстанудың басты ережесі дұрыс тамақтану және спорт. Бүгінгі роликте дұрыс тамақтану ережелерімен танысасыздар. Бірінші ереже өлшемділік ережесі, яғни астың мөлшері. Адам күніне 3-4 рет ас қабылдауы керек. Әрбір қабылдау барысында астың мөлшері 2 алақанды қосқандағы уыс көлеміне тең болуы тиіс. Сонда қабылдаған ас асқазанның 4-тен 3 бөлігін ғана толтырады. Асқазандағы астың дұрыс араласуына және ас қорыту сөлімен әрекеттесуі үшін бұл ережені қатаң түрде сақтау қажет. Екінші ереже уақыт ережесі, яғни астың негізгі мөлшерін қабылдау 12 мен 2 аралығына сәйкес келуі тиіс. Бұл кезде бауырдың белсенділігі жоғары болады. Сондықтан қуатты майлы астар тәуліктің осы кезінде қабылдануы тиіс. Төртінші ереже бойынша жаңа пісірілген балғын тағамды тұтыну. Ұзақ сақталған тамақтарда улы заттар мен салқындық қасиет жиналады. Ал етке бұл қасиет тән емес. Ол суықта сақтаған сайын жылылық қасиетін арта түсіреді. Бесінші ереже бойынша тамақты мұзда немесе ыстық күйде пайдалануға жол бермеу керек. Астың жоғары немесе төмен температурада болуы асқазан сөліне зиян келтіреді. Ыстық күнде үй бөлмесінің температурасындағыдай суды ішуіміз керек. Егер мұздай суды пайдалансақ, оны жылыту үшін организм көбірек энергия жұмсайды. Одан кейін су асқазан сөліне араласады. Алтыншы ереже тағам қабылдау барысында сұйықтық ішуге болмайтын көрінеді. Ішкен жағдайда ас қорыту сөлінің шоғырлануы азайып, асқазанның ас қорытуы төмендейді. Жетінші ереже асты қабылдаудан 20-30 минут бұрын бал, тұз немесе лимон шырыны қосылған бір құты ыстық су ішу қажет екен. Аталған барлық қоспалар ас қорыту жүйесін жақсартып, асқазанды кілегейлерден тазартып, асты қорытуға дайындайды. Тамақтану жайлы үйлесімділік ережелері табиғаттың заңына сүйене отырып, науқастануға жол бермеуге көмектеседі. Дұрыс тамақтана білу кез келген дәріден де күшті екенін естен шығармаған жөн. Дендеріңіз сау болсын. Ал егер бейнеролик ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліңіздер. Өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Олар да дұрыс тамақтану ережесін сақтап, денсаулығы мықты болсын.